Мінекей Италияның Iliad компаниясынан телефонымызға сим-карта орнаттық. Бағасы 20 евро, ішінде 15 гигабайт бар. Тура бекетіне түсіп, осындай метромен. Мінекей осындай терминал арқылы бір адамға 2 евро бағасы. Біздің баратын бекетіміз Дуомо. Міне метромен бізде келіп жеттік Дуомо бекетіне. Пойдемте кушать. О, кушать какой можно. Я хочу кушать. Но эти девчонки, они не хотят кушать. Мы сейчас поднимемся туда, вот сюда. Разворачивай камеру, Вася. На крышу, да? Сейчас поднимемся. Классно. Как ты, Милан? Нет, как будто такое ощущение, что я здесь живу. Мы останемся здесь? Да, давай. Вчера хотела остаться в Комо, сегодня в Милане. Да. Завтра мы захотим в Риме. Не завтра, а через неделю. Да. Походу, Италия это прям для нас. Да. Айнура здесь устроила махаббат какой-то. Вася, я нашла себе парня. Оказывается, в Италии. Айнура, ты не меньше, как ты накороталки. Миланның көрнекті сәулім сарайы Дуомо. Ол өте керемет готикалық стильде ақ мармардан салынған. Собор дүниежүзінде 5-ші орында алады. Собордың төбесі туристер үшін ашық, тек ол ақылы түрде. Собордың төбесіне көтерілу үшін оң жақ шетінен билет алып, сол жақ шетінен төбесіне көтерілеміз. Басына 10 евродан Дуомоның төбесіне крышаға көтерілуге. Дуомоның оң жақ шетінде осындай зданияда билет сатылады. 14А. Қазір мына келдік, крышаның төбесіне көтерілуге. Постан өтеміз. Дуомоның шатырына көтерілетін бірінші есік. Осы жермен қазір кіріп, билетімізді скан жасатамыз да, сосын лестницамен кішкентай жоғары көтерілеміз. Осындай кішкентай лестницалармен көтерілеміз. Көп лестницаға ешқашан көтерілмеппін. Міне көтерілдік. Дуомоның төбесіне келдік. Қандай керемет көрініс. Керемет. Қазір осы шпилердің жанында сурет кетсеміз. Қараңыздар, қандай керемет көрініс. Шпилердің бейнесі қандай әдемі. Просто көзім тоймайды. Видео или фото? Қандай керемет тарихи қала. Көрсең көз тоймайды. Міне 104 метр биіктікте алтыннан жасалған Мадоннаның керемет бейнесі. 1, 2, 3, 4. Қаланың ең танымал сауда галереясы Виктория Эммануэлла. Галерея итальяндық корольдің атымен аталынған. Қазіргі уақытта Миландағы туристік орындардың бірі. Мұнда көптеген әйгілі дүкендер бар. Dior, Prada, Louis Vuitton, Gucci секілді әйгілі дүкендер осы жерде орналасқан. Галерея ғимараты 4 континентті белгілейді, сондай-ақ өнер, ауыл шаруашылығы, ғылым және өнеркәсіп. Галерея орталық күмбезінің астындағы Турин елтаңбасы күн сайын мыңдаған туристердің назарын өзіне аударады. Елтаңбаны 3 рет айлансаңыз, тілегіңіз орындалады. Олай болса, мен де өз кезегімді күтіп, ниеттеніп 3 рет айландым. Балет өнерінің таңғажайып көрінісі Италияда 16 ғасырда пайда болған.
Бүгінгі саяхатым осымен аяқталды. Сіздермен болған мен Айнура. Сау болыңыздар.